Hello, boys and girls. How are you? Let's start our lesson. So, please tell me, what can you see in this picture? This is cake, yes? This is a cake. And here you can see the words Happy Birthday. Біз мұнда туған күніңмен деген жазуды көріп тұрмыз. So, theme of our lesson, All My Last Birthday. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің өткен туған күнімде. So, my last birthday. Менің өткен туған күнім. Please tell me, where you born on your last birthday? Өткен туған күндерінде іштерің пысты ма? Yes, I was. Ішім пысты. No, I wasn't. Жоқ, ішім пысқан жоқ. Maybe sad. Мен көңіл күйсіз болдым. Angry. Hungry. Қарным аш болды. Қорықтым, шаршадым. Осы сөздерді біз қолдан аламыз. Мысалы, I was happy on my last birthday. Мен өткен туған күнімде бақытты болдым. Барлығымыз happy деген сөзді қолданамыз, yes? Окей, біз білеміз, бір жылда 12 ай бар. Демек, 12 айдың барлығымен бүгін танысып шығамыз. January. Қаңтар. February. Ақпан. March. Наурыз. April. Сәуір. May. Мамыр. June. Маусым. July. Шілде. August. Тамыз. September. Қыркүйек. October. Қазан. November. Қараша. December. Желтоқсан. Okay, new words. January. Қаңтар. February. Ақпан. March. Наурыз. April. Сәуір. May. Мамыр. June. Маусым. July. Шілде. August. Тамыз. September. Қыркүйек. October. Қазан. November. Қараша. And December. Желтоқсан. Good job. Жалпы балалар, біз өткен сабақтарда past simple, өткен шақты өткен болатымыз. Сонымен қатар мен түсіндірдім. Past simple бізде екі түрлі етістікпен жасалады. Дұрыс етістік және бұрыс етістік. Дұрыс етістікке біз иде жұрнағын қосамыз деп айтқам. Ал бұрыс етістікті біз арнайы кестеден қараймыз дегем. Енді бүгін соны толықтай айтып беремін. Ағылшын тілінде етістіктер дұрыс және бұрыс болып екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктерге мысалы play, ойнау етістігін жатқызуға болады. Себебі мен футбол ойнадым дегенді ағылшынша I played football деп аудара аламыз. Осы етістік өткен шақта ed тіркесінің қосылуымен ғана өзгереді. Ал мен болдым дегенді I was деп аударылады. Болу деген етістік be болса да, be бұрыс ағылшынша етістік болады. Кейбір көп қолданылатын бұрыс етістіктер ағылшын тілінде кестеде келтіріледі. Мысалы, міне, кез келген ағылшын етістігін айтсақ, біз мына бірінші кестеден іздейміз. Мысалы, be деген болу деген сөз. Ал біз past simple'да екінші формаға қараймыз. Екінші формада be was деп ауысады. Демек бізде осы болады. Was деген болу деген мағынаны білдіреді. Тағы да мысалы,
Бастау деген етістік, бұл бізде бұрыс етістік. Міне, begin, бастау. Екінші формада осылай ауысады. Келесі біз білетін сатып алу, мысалы, buy, бізде bought деп ауысады. Негізі мына кестені жаттап алған бізге дұрыс болады. Ал осы тапсырманы біз үйде орындаймыз. Келесі грамматикалық ереже бұл бізде есімдіктерге арналады. Яғни бізде жалпы есімдіктердің бірнеше түрлері бар. Біз білетін алдымен бұл жіктеу есімдігі. I, мен, you, сен, he, she, it, all, we, біз, you, сіз, they, олар. Ал келесі мұнда көрсетіліп тұрған ол бізде объективті есімдік. Объективті есімдік, яғни I, me деп аударылады, me маған, you саған, him оған, ұл бала, her ол қызға, it оған, жансыз дүниеге, us бізді, you сізді, them оларға, оларды. Ал келесі possessive pronouns тәуелдік есімдіктерінде my менің, your сенің, his оның, her оның, our біздің, their олардың деп өзгереді. Осы үш есімдіктерді дәптерге жазып алайық. Ал үй жұмысы 86-шы беттегі 22-ші тапсырма және де 21-ші тапсырма. So, goodbye.